Сәлем достар, Қазақстанда тек қазақ тілді азаматтардың құқықтары күнделікті мыңдап миллиондап бұзылады. Одан қалай қорғанамыз? Кез келген мекемеде, мысалы банк, дәріхана, дүкен, супермаркет, халыққа қызмет көрсету орталығы, кафе, мейрамхана, әсемдік салоны, әкімдік, полиция, прокуратура, автокөлік жуу орталығы, ойын-сауық орталығы, сауда үйі, фитнес, спорт кешені және тағы басқа мекемелерде құқығыңыздың шектелгенін фиксация жасауыңыз керек. Ол үшін телефоныңызды қолданасыз. Жиі кездесетін 3 тәсілді қарастырайық. Біріншісі, мүлдем түсірмеу. Екіншісі, тікелей агрессивті бетіне тақап түсіру. Үшіншісі, жартылай жасырын түсіру. Мүлдем түсірмеудің кемшіліктері көп. Сіздің үстіңізге айқайлады, боқтады, қорқытты деп жала жабу қаупі бар. Ар-намысыңызға тиетін сөз айтса, дәлелдей алмайсыз. Басқа адамдарға үлгі көрсетпейсіз. Тікелей агрессивті бетке тақап түсірудің кемшіліктері. Агрессивті тексеруші ниеті бар сияқты көрінесіз. Ар-намысыңызға тиетін сөз айтуға мүмкіндік бермейсіз, беру қажет. Кері реакция туғызасыз, яғни сізді түсіре бастайды. Жартылай жасырын түсірудің артықшылықтары. Агрессиясы бар тексеруші сияқты көрінбейсіз. Бүкіл ішкі дүниесін айтуға мүмкіндік бересіз, қалағанша айтсын. Кері реакция туғызбайсыз, яғни сізді түсірмейді. Әңгіменің ортасында тікелей келбетін түсіруге көшіңіз. Бұл жол ең тиімді әрі нәтижелі болып саналады. Қағидалар. Өзіңізді сабырлы ұстаңыз, ашуланбаңыз. Мақсаттарды ұмытпаңыз. Видеоға тіркеу, арызды сауатты жазу. Заң бұзушыға «сен заң бұзушысың» деп айту қажет емес. Ол мойындамайды, мың сылтау табады. Соңына дейін өзіңіз тек қазақша сөйлеңіз. Бейне жазба жүргізу үшін ешкімнен рұқсат сұрауға міндетті емессіз. Және ескертпеңіз, ондай заңдар жоқ. Дау басталғанын күтпеңіз. Қазақша қызмет көрсетуден бас тартқан екінші белгісінен кейін сыртқа шығыңыз. 102, 115 шақыртыңыз. Сыртта күтіңіз. Полициямен бірге қайта кіресіз. 102 полиция, 115 кезекші прокурор. Арызды жазуға дайындалыңыз. Арыз үшін арнайы бланк беріледі. Болған оқиғаны қысқаша түрде көрсетесіз және мына нәрселерді талап етесіз. Осы арызды прокуратураға, әкімдікке, тұтынушылар құқықтарын қорғау департаментіне өткізуді. Екіншісі, осы мекемені жазбаша түрде әкімшілік жауапкершілікке тартуды, көрнекі ақпаратты толық қазақ тіліне жазуды міндеттеуді. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 75 бабына сәйкес, тіл туралы заңның 21 бабына сәйкес, тілдік дискриминацияны тоқтату мақсатында екі тіл білетін сатушыны қоюды ұсынуды талап етіңіз. Осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз және достарыңызға таратыңыз.